Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз таңғы астың пайдасы. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көптеген адам таңғы асын ішпестен оқуына, жұмысына асығып кетіп қалады. Бірі тәбетім жоқ десе, бірі уақытының аздығын айтып ақталады. Таңғы ас туралы осыдан өзге сан түрлі пікірде бар. Бірінші, таңғы ас ішпесем арықтаймын деп ойлайтын адамдар баршылық. Негізінде таңертең тамақтанбасаңыз, түскі ас уақытында 2 есе тамақтанатын боласыз. Демек, калория саны да көбейеді. Екінші, ботқа нан жесем семіріп кетемін деген де пікір бар. Ал шындығында жарма неғұрлым ірі болса, соғұрлым пайдалы. Оның құрамында протеин, В тобының дәрумендері, кальций, темір мен талшық мол. Сұлы ботқасы холестерин деңгейін төмендететіндіктен ең пайдалы тағам саналады. Үшінші, таңғы асты дайындауға уақыт кетеді деген сылтау тағы бар. Бірақ таңғы асты нан, сүтті тағам мен жармадан тез арада дайындауға болады. Сұлыны бір стакан сүтпен араластырып немесе дайын йогуртты жеп, жұмысқа кете беруіңізге болады. Төртінші, дәрумен және минералды дәрістен де жеткілікті деген ұстаныммен өмір сүретін адамдар бар. Таңғы астың орнына үнемі дәрумен ішу қауіпті. Мысалы, темір дәрумені үнемі ішетін болсаңыз, ол түнде жиналып қалады. Тамақтың орнын дәрумен не жай су ішумен бассаңыз, ағзаға талшық жетіспейді. Мұндай өмір салты ісік секілді ауыр сырқатқа жеткізуі мүмкін. Сол себепті дәрі-дәрмектің орнына сұлы ботқасын, дәмді тоқаш, қара өрік немесе қайнатылған жұмыртқа жеп, жүрек жалғап алыңыз. Бесінші, таңертең тәбетім жоқ, өзімді тоқ сезінемін деген қатарға жатасыз ба? Мұның арты күйзеліске апару мүмкін. Артық салмақтың себебі таңғы астан бас тарту. Жоғарыда аталған себептерді ысырып, күнде таңертең тамақтануға дағдыланыңыз. Бірнеше аптадан соң өзіңізді жеңіл сезінетініңізді байқайтын боласыз. Ал сіз таңғы асты ішесіз бе? Өз пікіріңізді комментарийға қалдырыңыз. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.